Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен өте дәмді запеканка дайындайтын боламын. Олай болса, ең бірінші кезекте пиязымызды өте жұқа етіп видеоға сәйкестендіріп турап аламыз. Барлығын турап болсаңыз, духовкаға салынатын табамызға астына оливковое масло құямыз және соның үстіне пиязымызды ақырындап майдалап төсеп шығамыз. Содан соң картоп тураймыз. Біздің жағдайда 3 картоп. Жұқа етіп турағандарыңыз дұрыс болады. Мінекей видеода көріп отқандарыңыздай өте жұқа етіп тураймыз және осы салынған пиязымыздың үстіне төсеп шығамыз. Яғни мясо по-французскиға ұқсайды және тұзымызды осы жерде сепсек болады, бұрыш екеуін, немесе барлығын тұз бен бұрышты ыдысқа салып, картоппен бірге араластырып қойсақ та болады. Яғни қалауыңызға қарап жасасаңыз болады. Міндетті түрде тұз себуді ұмытпаңыздар. Тұз бізге астың дәмін келтіретін ең басты ингредиенттердің бірі. Соның үстіне тағы да оливковое масло құйып шығамыз. Ақырындап барлық жан-жақтарына жеткізіп, аз-аздан. Содан соң тауықтың төс етін аламыз. Тауықтың төс етін мен сияқты 4 бұрышты етіп турағаннан гөрі сопақшалап тураған маған қаттырақ ұнады. Сол себептен сіздерге кеңесім сопақшалап турағандарыңыз, яғни соломка деп айтылатындай етіп турасаңыздар дұрысырақ болатын секілді. Мінекей тауықтың етін турап болдық. Енді осының үстіне тұзын, содан соң бұрышын, қызыл бұрышын, қара бұрышын және де паприкасын себеміз. Яғни паприка барлығын араластырып, өте дәмді тұз, дәмі шығатын бұрыштарды және паприкамен түсін шығарып араластырамыз. Барынша жеткілікті етіп салғаныңыз дұрыс, тұзын да барлығын. Енді салған картопымыздың үстіне осылай жайып төсеп шығамыз. Яғни біркелкі етіп етімізді төсеп шығамыз. Видеоға қарап отырғандарыңыздай жасасаңыздар болады. Содан кейін бір үлкен ыдыс аламыз, 2 жұмыртқамызды жарамыз. Оның үстіне сливки құямыз. 200 мл сливки, 20-30% сливкиларды құйсаңыз болады. Содан соң тұзымызды, карриді саламыз және прованский травы деп аталынатын шөптерді, яғни әдемі дәм, аромат беретін шөптерді саласыз да венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Содан соң дайын болған массамызды тағамымыздың үстіне барлық жеріне біркелкі етіп, жететіндей етіп ақырындап құйып шығамыз. Содан соң барлығын құйып болғаннан кейін духовкаға салу процесі басталады. Яғни духовкаға салу үшін жақсылап буланып пісуі үшін міндетті түрде табамыздың үстінен фольгамен жауып бұқтырғанымыз дұрыс болады. Яғни өзінің буында өзі пісуі қажет. Духовкамызды қыздырып 200 градуста 40 минутқа саламыз. Яғни ары қарай 40 минут күтуіміз қажет болады. Ол дайын болам дегенше біз бетіне қоятын помидорымызды, яғни қызанағымызды жіңішкелеу етіп турап аламыз. 150 грамм сыр, яғни еритін сыр болғаны дұрыс. Менде кома сыры сметанковый. Осылай барлығын жақсылап теркадан өткізіп аламыз. Ірі теркадан өткізгендеріңіз дұрыс болады. Және 40 минут өткеннен кейін біздің тағамымыздың үстіне осы сырымызды және де помидорларымызды төсеп шығатын боламыз. Яғни бірінші помидор, оның бетіне сырымызды себеміз. Барынша барлық жағына жететіндей етіп, ақырындап аз-аздан бастап сепкендеріңіз дұрыс болады. Себебі тағамның барлық бүкіл бетін жауып тұратындай болғаны абзал. Қайтадан духовкаға 10 минутқа қоямыз. Дайын болған тағамымызды сыртқа алып, тәрелкелерге салып, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, ерекше тағамдардың түріне жатады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыз.